Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қалай дұрыс тамақтану керек. Бүгінгі сабақта сендер дұрыс тамақтану жолдарын білетін боласыңдар және зиянды тағам түрлерімен танысасыңдар. Балалар, осы сабақтың өн бойында пайдалы тағам, тамақтану пирамидасы атты тірек сөздерді қолданатын боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын адамдар не үшін тамақтанады деген сұрақ аясында ізденіп көрейікші. Ой қозғау болсын. Қанекей балалар. Бәрекелді. Біз өмір сүру үшін, өсу үшін, деніміз сау болу үшін тамақтанады екенбіз. Балалар, әр халықтың ұлттық тағамдары болады. Біздің халқымыздың құрметті кісілерге ұсынатын кәделі әрі орны бөлек тағамдарының ең бастысы қазақша ет немесе бешбармақ деп аталады. Балалар, суретке назар аударайықшы. Суреттегі тағамдар ішінде сендерге қайсысы таныс? Қандай тағам түрлерін білесіңдер? Қанекей ойланып көрейік. Жарайсыңдар балалар. Суретте шәй, көкөністер, нан өнімдері берілген екен. Ал енді балалар, қалай дұрыс тамақтану керек екенін білу үшін мына бейнежазбаны көрейік. Кел, Дана, отыр. Данажан, бүгін мен сенің аспазың және даяшың болып, саған қызмет етем. Қандай керемет! Есіңде болсын, біз өз денсаулығымызға пайдалы тағамдарды таңдап ішуіміз керек. Ол қандай тағамдар? Ас адамға күш беретін қуат көзі. Ас қорыту жүйесі ішкен асты қорытып, ондағы нәрлі заттарды бойымызға сіңіреді. Деніміз сау, мықты болып өсу үшін ағзаға нәрлі заттар көп қажет. Мысалы? Мәселен, сүт, айран, йогурт пен ірімшіктің құрамында кальций көп. Ол біздің сүйектеріміздің беріктігін қамтамасыз етеді. Көкөністер, жаңғақтар және бұршақтардың құрамында адамның терісіне, көзіне, шашына қажетті дәрумендер бар. Ал құнарсыз тағамдар қандай болады? Құрамында пайдалы заты аз, керісінше денсаулыққа зиян, тұзы, майы, қанты көп тағам құнарсыз тағам болып саналады. Мұндай тамаққа әуес болмаған жөн. Қанты көп деме? Иә, Дана. Құрамында қанты көп, торт, печенье, балмұздақ, кәмпиттер, басқа да кондитерлік тағамдар мен түрлі тәтті сусындар адамның көңіл-күйіне және өзін-өзі жақсы сезінуіне әсер етеді. Бұл тағамдарды ішкен кезде күш-қуатың тез артып, өте белсенді болғаныңмен көңіл-күйің тез өзгеріп, ашуланғыш немесе сылбыр күйге түсесің, тез шаршайсың. Ал майлы, тұзды ет, шұжық, бәліш, самса, тағы да сол сияқты ауыр тағамдардың салдары уақыт өте келе білінеді. Мұндай тамаққа әуестік асқазан ауруларын алып келуі мүмкін. Балалар, бұл бейнежазбадан біз нені білдік? Дұрыс айтасыңдар балалар. Дұрыс тамақтану адамның денсаулығына пайдалы екенін білдік. Әрдайым уақытылы тамақтану керек. Артық тамақ жеу денсаулыққа зиян. Асты асықпай, жақсылап шайнау қажет. Ғалымдар адамның денсаулығына пайдалы азық-түлікті көрсету үшін тамақтану пирамидасын ойлап тапты. Балалар, бұл бейнежазбадан біз нені білдік? Дұрыс айтасыңдар балалар. Дұрыс тамақтану адамның денсаулығына пайдалы екенін білдік. Әрдайым уақытылы тамақтану керек. Артық тамақ жеу денсаулыққа зиян. Асты асықпай, жақсылап шайнау қажет. Ғалымдар адамның денсаулығына пайдалы
азық-түлікті көрсету үшін тамақтану пирамидасын ойлап тапты. Алған білімімізді пайдаланып, тапсырма орындайық. Суретте пайдалы және зиянды тағамдардың суреттері берілген. Осы суреттерді пайдалана отырып, зиянды тағамдардың тұсына X белгісін, пайдалы тағамдардың тұсына құсша белгісін қойыңдар. Қанеки, зиянды және пайдалы тағамдарды ажырата алдық па? Тексеріп көрейік. Жарайсыңдар. Жаңғақтар, сүт өнімі, көкөністер, сүт пен жұмыртқа, ірімшік пайдалы тағамдарға жатады екен. Ал зиянды тағамдарға конфет, жылдам әзірленетін тағам және қант жатады екен. Тапсырмамызды жалғастырайық. Енді балалар, 4-ші артық ойынын ойнаймыз. Зиянды тағамдарды суреттен алып тастауымыз керек. Қай тағам артық екенін ойланайық. Дұрыс айтасыңдар балалар. 1-ші қатарда тұрған суретте картоп фрийі артық. Картоп фрийі аса зиян тағам түріне жатады. Бұл тағамдар асқазан және ішек ауруларын тудыруы мүмкін. 2-ші қатарда тұрған қытырлақ картоп артық. Бұл тағам буын және қанастық ауруларына әкеліп соқтырады. 3-ші қатарда газдалған сусын артық. Оның құрамында қанттың шектен тыс мөлшері болады. Ал 4-ші қатарда тәтті конфеттер. Бояғыш заттардың қайнар көзі болып табылады. Оларды тұтыну семіздікке және тіс шегі ауруларын тудырады. Ал енді балалар, бір сәтке ғалым болып зерттеу жұмысын жүргізіп көрейік. Өзің жиі тұтынатын азық-түлікті пирамида сатыларына қалай орналастырар едің? Қанеки, орналастырып көрші. Жарайсыңдар. Күнделікті ас мәзірінде пайдаланатын азық-түліктеріңді тамақтану пирамидасына орналастырды деген ойдамын. Сендер білесіңдер ме? Биенің жаңа сауылған сүті өте пайдалы. Мұндай сусынды саумал деп атайды. Бие сүтінің құрамы да, дәмі де ешбір сүтке ұқсамайды. Оны қайнатуға келмейді. Шикідей сақтасаң, қасиеті арта береді екен. Құрамында басқа ешбір сүтте кездеспейтін антибиотиктер бар. Балалар, естеріңде сақтаңдар. Адам ағзасының өсуі мен дамуы үшін пайдалы тағамдарды қолдану керек екенін біз бүгінгі сабағымызда білдік. Үйге жұмыс дәптерінің 23-ші жұмыс парағын орындау. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар балалар.